Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен үгітілмелі печеньені бірге дайындап көретін боламыз. Өте нәзік, үгітіліп тұратын және де құрамы қол жетімді печеньені бірге дайындап көрейік. Ендеше видеоны жібермей соңына дейін мұқият қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға осындай комнатный температурада езіліп тұрған сары майымызды саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Маргарин қоссаңыздар да болады, өз еріктеріңізде. Және де қантты ұнтағымызды қосып, тағы да араластырамыз. Біздің қоспамыз біріккенге дейін. Енді қоспамыз біріккеннен кейін белогымызды қосамыз. Белогымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дәл осы кезде біздің қамырымыз кішкене сұйықтау болады. Осының үстіне ванилинімізді, разрыхительді және де ұнымызды өлшеп қосатын боламыз. Ванилин қосу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыздар. Разрыхительді қосамыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ұнымызды үшке бөліп, електен өткізіп, жақсылап араластырып қосатын боламыз. Міндетті түрде бөліп қосасыздар, себебі біздің қамырымыз қоюланып қалмауы керек. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан міндетті түрде осындай состоянияға дейін қосасыздар. Көп қоспаймыз, қамырымыз кішкене сұйықтау болуы керек. Осындай гүлді насатканы пайдаландым. Кондитерский мешокқа біздің қамырымызды саламыз. Қамырымыз өте нәзік. Көріп тұрғандарыңыздай ыдысымызға жабыспай жақсы алынып жатыр. Дәл осындай песочное тесто болады. Енді осы қамырымызды пергамент қағазы төселген противенімізге өзіңіздің қалаған формаңызда құясыздар. Дәл осылай жасасаңыздар да болады, немесе зигзаг сияқты жасасаңыздар болады, немесе роза гүл секілді жасасаңыздар болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Немесе мүлдем осындай кондитерский мешокқа салмай, қасықпен жақсылап жағып шықсаңыздар да болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен осындай екі түрлі формада жасадым. Сіздер өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап көрсеңіздер болады. Қонақ келгенде дастарханда әдемі болып көрініп тұратын печеньеларды міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, құрамы қол жетімді, көп заттарды қажет етпейді. Қалған тестамызды осылай жағып қоямыз. Бізге оформление жасағанда қажет болады. Барлығын алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Біздің печеньеларымыз дайын болды. Дәл осылай жұмсақ, нәзік болып шығады. Печеньеларымыз суығаннан кейін оны шоколадқа орнататын боламыз. Мен осындай ақ шоколад және де қара шоколадты пайдаландым. Шоколадтарды алдымен микротолқынды пешке ертіп алдым. Содан кейін осындай щетканың көмегімен шеттеріне жағып шықтым. Бұл мүлдем міндетті емес. Жақпай қойсаңыздар да болады. Дәл осылай дастарханға қойып сұна берсеңіздер де болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен осылай шоколадтардың барлығын жағып болғаннан кейін бағанағы шетіне қалдырған кішкене қамырымызды осылай үгітіп барлық жеріне жағып шықтым. Өте дәмді, нәзік печенье болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің печеньеларымыз осымен дайын болды. Дәл осы қалыпта тоңазытқышқа кішкене шоколадтарыңыз қатқанша қатырып алсаңыздар болады. Содан кейін ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Дәл осындай әдемі оформлениемен өзіңіздің қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің печеньеларымыз дайын болды. Егер де сіз каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде мені қолдап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де келесі шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаның белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Ал сіздерге ас болсын, баршаңызға рахмет.